Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен коксартроз туралы әңгіме айтамыз. Әрі сол коксартрозға массаж жасауды үйретемін, көрсетіп өтемін. Коксартроз дегеніміз не? Коксартроз дегеніміз бұл кәдімгі ұршықтың жемірілуі. Бұл көбінесе әйелдерде болады. Әйелдерде көбінесе гормоналдық өзгеріс болады ғой, сол кезде әсіресе климакс кезінде пайда болады. Кейін босанғаннан кейін, күтім жасалмағаннан кейін пайда болады. Дисплазия сияқты қазір жас балдарда көп байқалып жүр ғой, тура сол сияқты болады. Әсіресе бір аяққа қарағанда келтелеу болады. Мен сіздерге қазір сол жүрісті мен өз бейнемен қалай жүретін, келген клиенттер қалай жүреді, мен сіздерге соны көрсетіп беремін. Мен өз клиентімден, мен сізді қазір сондай қылып видеоға түсіріп аламын, көрейін, бірақ ютубқа несінен шығасыз десем, жоқ деп көнген жоқ. Қазір мен тура сол жүріс көрінісін көрсетіп беремін сіздерге. Мысалыға қараңыздар, міне бір аяқты ақсаңдап басу. Бірден емес, бұл негізі бүйтіп, бірден ақсақтап бүйтіп қалады да, кәдімгі мына жерлер қақсайды, мынау белдің төменгі жағы қақсай бастайды. Тура ұршық, кәдімгі тура ұршық осы жерлерде жайғасады. Енді қараңыздар, жүрген жүрісі міне, мысалға міне. Бір аяқ каблукпен, бір аяқ жай немен, мысалға, тура осындай жүре бастайды. Сосын екінші жағдайында кейбіреулерде жүреді, нормада жүреді. Но нормада жүргенімен тез уже шаршап қалады да. Мысалға, әйелдерді әсір қарапайым тілмен сөйлеген кезде, ана көршінің үйіне шығам дегенше, айтады ғой біреулер, сен үйіне келем дегенше шаршап қалдым деп. Тез жүреді, но уже тез шаршап қалады, уже аяқтарым қақсылап жатыр, аяқ ісініп жатыр деген неден кеп шығады. Қазір мен сіздерге тура осы неге кеміршек, осы ұршық жемірілуіне массаж жасаймыз. Жаңағы мен сіздерге массаж дегенімдей, ол массаж емес, негіз гимнастикасын істейміз. Сосын әсіресе врачқа барған кезімізде бірден кейбір врачтарымыз айтады, операция дейді да. Кейбір врачтарымыз айтады, 6 ай көрейік, 4 ай көрейік, 3 ай көрейік. Может, гимнастикаларын істеген кезіңізде шамалы 2 аяқ теңдеседі дейді. Тағы да бір айтайын сізге, тағы да қайталап айтайын, негіз дисплазия қазір кішкентай балаларда болып отыр ғой, бір аяқ келте, ұршық өспеген деген сөз. Тура сол әйелдерде де, еркектерде де 40-тан асқаннан кейін болуы мүмкін. Әсіресе әйелдерде 40-тан асқаннан кейін климакс жағдайында, сосын босанғаннан кейін, көбінесе әйелдерде босанғаннан кейін ол шыға бастайды. Жақсы күтім болмағандан кейін шыға бастайды. Сосын тағы бір айтатын жайт, ол қаназықтан да болады. Кейін қатты суық түйгеннен болады бұл. Кейін аяқ тайып кетеді ғой, көбінесе аяғымыз, әйелдер әсіресе каблук кигеннен кейін аяқ таяды, тайғаннан кейін біз орнымыздан тұрамыз, жүріп кете береміз. Тура сол жылдар өте, тура сол остео алып барады. Түсінесіз ғой мен, Сосын енді гимнастикасını мен сіздерге айтып өтемін. Енді бірінші гимнастикамыз былай. Кәдімгі осылай тұрамыз. Кәдімгі осылай 2 аяқтың не қыламыз да. Кейін тура осылай қылып, тура осылай. Осындай не қылған кезде бірге аяқтармен бірігіп, тура осындай бұл бақа отырыс дейді. Тура бақа отырыс. Кәдімгі 2 аяқты ашу керек. Сонда мына аяқ бірге кәдімгі не қылады? Созылады. 2 аяқта. Кәдімгі осы келте аяғымыз созыла бастайды. Тағы да бір көрсетемін. Тура осылай біріктіреміз. Біріктіргеннен кейін кәдімгі сөйтіп ашамыз. Сосын мына екеуінде дәл осылай өз қолдарымызбен аша бастаймыз. Көріп бастым, кейін 1, 2, 3, уже 4 деген кезде, уже 4-ші неге келген кезде уже бірге бастаймын. Көріп бастым, біріктіру керек.
4, 5, 6, 7. Көресіздер ғой? Осы көбінесе бізге мынау менің ұршықтың жақсы орнына түсуіне мынау жемірлік кетуіне жол бермейді. Ұршықтың өзін қалпына түсуіне өте қатты пайдасы бар. Сосын екіншісі кәдімгі нені алып келеміз. Мысалға қараңыздар, мен сіздерге қарапайым немен көрсетіп өтейін. Міне, тура осылай бесглазия, міне, аяқ уже көксе артроз деген. Көксе артроз уже кәдімгі бір аяққа қарағанда. Қараңыздар, қандай болып тұр? Мен өзім қарапайым былайна көрсетіп тұрмын. Көресіздер ғой? Соны кәдімгідей аламыз. Бүйтіп қарасаңыздар белгілі болады. Кәдімгі аламыз. 1, 2, 3, 4. Тағы да шамалы. 1, 2, 3, 4. Енді артқа. 1, 2, 3, 4. Мұнау өзі, мұна сандар кәдімгі, мына жақтардың өзі, мына сандардың бұлшық еттерінің өзі кәдімгідей ұршықтың жемірілуіне жол бермейді. Дәл осы гимнастиканы істесеңіздер. Кейін мына кәдімгідей мына қарапайым тас. Көресіздер, қарапайым тас, көшеден алынған тас. Міне аламыз, бұны не істейді дейтін шығарсыздар. Қазір мына мәселе көрсетемін. Кәдімгі байлаймыз да. Мысалға қараңыздар, қайсы аяқ келте болып тұр. Тура мынау аяққа қоямыз. Қараңыздар. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Тура осы қараңыздар. Мұнау ұршыққа келіп жетеді. Осының салмағы кәдімгідей, мұнау кәдімгідей, мынау тастың салмағы кәдімгідей мынау тартады. Тартады. Дәл осылай остеопорозбен ауырып жатқандар болса, міне, тура осы массажды, гимнастиканы істеу керек. Енді қараңыздаршы, мысалға мен әдейі аяғымды бүйтіп тұрмын ғой, мына қарасаңызшы. Қараңыз. Көресіз бе? Кәдімгі мынау аяқ бір әдем болып тұр. Өздеріңіз байқасаңыздар. Менде мысалға ондай ауру жоқ. Кейін бұл гимнастиканы істегеннің арасында обязательно қасыңызда бокал әкеп қойыңыз. Мұнау таспен кәдімгідей 1 сағат отыру керек. 1 сағат отыру керек. Бұлай аяқ қимылдатып, осыны үстіп отырып, мысалға бұлайна жастық қойыңыздар да, кәдімгі ұйықтап алсаңыздар да болады. Егер бұнау жоқ, тіліп тастайды десеңіздер, бері қарай мұны түсіресіздер, бірдеңке қойып, батырмайтындай қылып істесеңіздер болады. Ешқандай да ауырлығы жоқ, мысалға. Тура осылай гимнастиканы істеңіздер. Сосын мен сіздерге айтып жай. Қараңыздар, бұл жерде ең керекті витаминіміз, витамин 12, цианокобаламин витамині. Витамин 12. Ең керемет витаминіміз. Осыдан күнде 1 мезгіл 2 миллиграммнан, бұл күнде. Кейін тиамин гидрохлорид. Тиамин гидрохлоридімізді бұл білетін шығарсыздар витамин 1. Осы витамин 1-ден 1 миллиграммнан күнде емес, черезден витамин 1, витамин 6 пиродоксин гидрохлорид, витамин 6-ны тура солай атаймыз. Тиамин гидрохлорид пен пиродоксин гидрохлоридті екеуін черезден. Бүгін мысалға тиамин салдық па, ертең уже витамин 6 саламыз. Пиродоксин саламыз. Витамин 12 күнделікті. Бұл неге көмектеседі? Бұл сүйектерді тура өсуіне көмектеседі. Ең керемет витаминдеріміз осы. Мысалға қазір мелгама, беневрон,
түрлі синамарин сондайлар шығып кеткен ғой, иә. Негізі осы витаминдер жақсы көмектеседі. Осы витаминдерді алсаңыз жақсы көмектеседі. Негізі больницаға барған кезіңізде жаңағы айтқанымдай бірінші болып сол қойылды ма сіздерге, сол остеоартроз қойылды ма? Тура сол қойылған кезінде кейбір врачтар сол операция дегенге енді асықпаймыз, оның нелері көп. Бірінші, екінші, үшінші деген, мысалға сізде уже бірінші ұршық желіп жатыр екен деген кезде обязательно осы массажды, осы гимнастиканы жасаңыздар. Ал сіздерге ем болсын. Менің YouTube каналыма арналып өтіңіздер. Менің YouTube каналыма тіркеліңіздер. Өте сіздерге пайдалы ақпараттар көп. Лайк басып комментарий жазыңыздар. Байыса қазағым байысын. Ал сау болыңыздар.